Бүгін достар, бүгінгі видеом шілде айына 42.500 теңге кімге тиесілі, кімдер ала алады, кімдер ала алмайды. Алу үшін не істеу керек, сол жайында негізгі ақпараттарды беріп өтемін. Ал нұсқаулықтарды, өтінімді қалай беру керек, нені басу керек, қайда кіру керек, ол бөлек видеоларда болады. Бұдан кейін келесі видеоларымда көрсетемін. Жалпы олай болса кеттік. Кімдер ала алады 42.500 теңгені? Негізгі 42.500 теңгенің қағидасы бойынша 42.500 теңгені жұмыс істеп жүріп табысынан айырылған азаматтар. Табысынан айырылғанда қалай? Яғни мына карантинге байланысты жұмыс берушісі жұмысынан жаңағы еңбек ақысы сақталмайтын демалысқа жіберген, болмаса жеке кәсіпкер ақшасы тоқтап қалды. Яғни басқа жұмыс істейтін клиенттердің бәрі жұмыс істемейді, соған байланысты ақшасыз қалды. Болмаса өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат жұмыстан айырылған. Олай болса, бұлардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейін. Жеке кәсіпкер қалай болған кезде алады, қызметкерлер не істейді? Егерде жеке кәсіпкер ала алады, егерде шілде айында жаңағы табысы тоқтағандығы расталған болатын болса, оның расталмағандығын тек қана оның егер жеке кәсіпкердің банкте счеты болатын болса, счетына ақша түспесе, және жеке кәсіпкердің кассалық аппараты бар, кассалық аппараты арқылы ешқандай сума ұрмаса, онда жеке кәсіпкер табыс таппаған болып есептелінеді. Басқаша оның табыс таппағандығын ешқандай дәлелі жоқ. Сондықтан, егерде сіздің жеке кәсіпкер болып тұрып, осы шілде айында сіздің счетыңызға ақша түскен жоқ, және неңізге кассалық аппаратыңыз арқылы ешқандай сума ұрмаған болатын болсаңыз, өтінім берсеңіз болады. Егерде сіз екеуі де жоқ болатын болса, онда өтінім берсеңіз болады. Екінші топ, ол қызметкерлер, яғни бір белгілі бір ТО-да болмаса ИП-да жұмыс істейтін қызметкерлер өтінім бере алады, егерде ол қызметкерді жұмыс берушісі еңбек ақысы сақталмайтын демалысқа жіберген болатын болса. Енді ол жерде негізгі құжат ол бұйрық, приказ, яғни жұмыс берушісінен приказ болу керек. Мынандай нөмірді приказда, шыққан датасы мынандай, нөмірі мынандай, мына азаматты, мына мерзімнен, мына жаңағы дата аралығында еңбек ақысы сақталмайтын демалысқа жібердім деген бұйрық болу керек. Және бұл өтінімді қызметкердің өзі бермейді, қызметкердің өзі бере алмайды. Бұл өтінімді тек қана жұмыс берушісі береді. Яғни жеке кәсіпкер болмаса жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Яғни өзінің қызметкері үшін жұмыс берушісі беретін болады. Енді мында екі түрлі жағдай бар. Жұмысшының жұмыс істеп жүріп табысының тоқтап қалу жағдайы. Жұмыс берушісі жаңағы не болған кезде бос тұрып қалған деген түсінік бар, простой дейді. Жұмыс берушісі бос тұрып қалып, соған байланысты өзінің қызметкерін жаңағы нетсе, табыс қалтырса, онда ол 42.500 теңгені жұмыс берушісі өзі төлеу керек. Өзінің есебінен. Ал егерде еңбек демалысы сақталмайтын демалысқа жіберсе, жалақысы сақталмайтын демалысқа жіберсе, онда жұмыс берушісі өзінің қызметкері үшін өтінімді дайындап, ЕГОФ арқылы приказдың нөмірін, датасын, қай мерзім жаңағы барлық ақпаратты көрсетіп, ЕГОФ арқылы өтінім береді өз қызметкері үшін. Сондықтан, егерде сіз жұмысыңыздан тоқтап, осы карантинге байланысты үйде отырып қалған болатын болсаңыз, онда сіз өзіңіз бермейсіз, сіз не істейсіз? Сіз тұрып өзіңіздің жұмыс берушіңізге хабарласасыз, сұрайсыз, маған өтінім бердіңіз ба? Мен 42.500 теңге алу керек еді, маған неғып түспей жатыр деп, сондай хабарламамен жұмыс берушіңізге шығасыз. Келесі бір топ, ол өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, яғни жеке кәсіпкер де емес, қызметкер де емес, тек қана жаңағы өз нанын өзі тауып жүрген, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар. Ол азаматтар бірыңғай жиынтық төлемін төлеу арқылы өтінім берген осының алдындағы жаңағы наурыз, сәуір айындағы кезеңде. Қазір мына шілде айындағы 3 айға беріліп жатқан уақытта сіздер
бірыңғай жиынтық төлемді төлемейсіздер. Егер де сіз сол бұрынғы уақыт аралығында төлеп сол кезде 42.500 теңге алған болатын болсаңыздар, қайттан қайталап төлеудің қажеті жоқ. Сіздер бірден өтінім бересіздер. Ал егер де сіз ол кезде төлемеген болатын болсаңыз, қазір енді 42.500 теңгені ала қояйын деп жаңағы ESP-ні төлеймін десеңіз, оныңыздан түк шықпайды. Өйткені сіз жаңағы жұмыссыз ретінде, өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат ретінде бұғанға дейін, карантинге дейін өзіңізді айқындау керек едіңіз. Өзіңіз айқындау деген не? Яғни өзіңіз үшін бірыңғай жиынтық төлемді, яғни орысша единый совокупный платежды төлеу керек болғансыз. Тек қана сол кезде ғана жаңағы өтінім берсеңіздер болады. Енді мына өткен аптаның бейсенбі жұма күндері көп адамдарға, осы бірыңғай жиынтық төлемін төлеушілердің көбісіне SMS хабарлама келді. Шілде айындағы карантин кезінде сіздің жұмыссыз қалғандығыңыз рас па? Егер де рас болатын болса, сіз 42.500 теңгені жаңағы ала аласыз. Я десеңіз бірді басыңыз, жоқ десеңіз екіні басыңыз деп. Бұл проактивный метод деген, жаңағы сіз өзіңіз өтінім бермейсіз, мемлекет сізден өзі сұрап алады. Сол кезде сіз бір деп бассаңыз, яғни бір деп бассаңыз, онда сіз қайтадан өтінім берудің қажеті жоқ. Болды, сол сіздің өтінім бергеніңіз болып есептелінеді. Бірақ белгілі бір жағдаймен сіз сол хабарламаға бір тәуліктің ішінде жауап беріп үлгермесеңіз, яғни 24 сағаттың ішінде, онда сіз өзіңіз қайтадан өтінім беру керексіз. Өзіңіз өтінімді қайда бересіз? Еңбек 42.500 кешірім өтінем. Еңбек.kz, қайттан қайталап айтам, 42.500 еңбек.kz сайтында өтінім бере аласыз. Telegram боттар арқылы ресми түрде, бұл жерде сіздер өте сақ болыңыздар, өйткені бейресми неше түрлі жаңағы боттар ашылды. Біз сізге алып береміз, ақшасын бізге төлеңіз, 500 теңге төлеңіз, 1000 теңге. Оның барлығы алаяқтық. Ондай мемлекеттік қызметкер, ондай не жоқ. Кәдімгі ресми боттар бар Telegram каналында. Білетін шығарсыздар, уже осыларға шейін алып жүрсеңіздер. Сол бот арқылы өтінім бересіздер. Ол екінші жолы. Егов арқылы берсеңіз болады. Енді жаңадан банктерде бұл салаға қосылып жатыр. Қазір Каспий.kz мобильдік қосымшасында 42.500 теңгені алуға байланысты қызмет түрі пайда болды. Яғни Каспий.kz арқылы өтінім бересіздер. Енді Народный банкте, яғни Народный банкте бұл неге қосылып жатыр? Өзінің жаңағы Халық банкте қосылып жатыр, өзінің Хомбанк деген қосымшасы бар, сол қосымшасы арқылы өтінім беретіндей жағдай туындатып жатыр. Біз бүгін бұл нелердің, сервистардың істейтін істемейтіндіктеріне өзіміз жеке көзімізбен көрдік, тексеріп, өтінім беріп көрдік, барлығы істеп тұр. Яғни жаңағы ешқандай кедергі болмау керек. Өйткені биыл деппін, осы жолы кішкене өтінім беретін каналдар көбейді. Мемлекет бір жағынан дайындалған сияқты, алтындағы сияқты жаңағы келеңсіз жағдайлар туындамас үшін. Енді сіз егер де жұмыс беруші болатын болсаңыз, яғни өзіңіздің қызметкерлеріңіз үшін өтінім бергіңіз келетін болса, онда сіздер тек қана Егов порталы арқылы өтінім бересіздер. Және 42.500 еңбек.kz сайты да қазір осы қызмет түрін іске қосайын деп жатыр, бірақ әлі қосқан жоқ. Қазір тек қана Егов порталы ғана жұмыс істеп тұр. Сол жерден өтінім бере аласыздар. Мен қайталап айтамын, барлығы бойынша мен қосымша видео нұсқаулық салатын боламын. Күтіңіздер, менің YouTube каналыма жазылмаңыздар, бұл жерде барлық керекті ақпараттар болады. Келесі 42.500 теңге алуға үмітті топ, ол азаматтық келісімшартпен жұмыс істеген азаматтар. Азаматтық келісімшарт деген договор гражданско-правового характера деген бар, яғни ГПХ деген бар. Яғни сіз сол ГПХ-мен жұмыс істеп жүріп, карантинге байланысты жұмысыңыздан айырылып қалған болатын болсаңыз, онда сіз де өтінім бере аласыз. Содан кейін келесі тағы бір топ, ол жеке практикамен айналысатын тұлғалар, яғни жеке сот орындаушылары, адвокаттар, жаңағы нотариустар, солар да өтінім бере алады. Енді студенттерге байланысты. Студенттер ала алады, егер де олар осы карантинге дейін ESP төлеген болатын болса, яғни алдындағы
карантин кезінде емес, алдындағы жаңағы наурыз, сәуір айларында елдің бәрі төлеп жатқан кезде сол кезде төлеген студент болатын болса, өтінім бере алады. Болмаса, егер де ол студент ресми жұмыс істеген студент, бірақ карантинге байланысты жұмысынан айырылып қалған болатын болса, өтінім бере алады. Және кәсіпкер, жеке кәсіпкер студент болатын болса, онда жаңағы табысы тоқталғандығы расталса, онда сол кезде ғана өтінім бере алады. Басқа жағдайда студенттерге берілмейді. Келесі бір топ бізде декреттегі азаматтар, декреттегі келіншектер, яғни бала күтіміне байланысты мемлекеттен пособие алып отырған. Егер де пособие алып отырған болатын болсаңыз, 1 жасқа дейінгі аралықта, онда сіз өтінім бере алмайсыз. Бергенмен де сізге отказ келеді. Ал егер де сіз декретте отырсыз, бірақ балаңыз бірге толып кетті, яғни мемлекеттен пособие алмайсыз. Ол жағдайда сіз бере аласыз. Егер де сіз осы карантинге дейін ресми жұмыс істеген болатын болсаңыз, болмаса ЕСП төлеген болатын болсаңыз, болмаса жеке кәсіпкер болып, жаңағы әлеуметтік аударымдарды төлеген болатын болсаңыз, сол жағдайда ғана сіздер өтінім бересіздер. Басқа жағдайда өкінішке орай сізге берілмейді. Неге? Өйткені сіз енді карантинге дейін де жұмыс істеп ақша тауып жүрген, табыс тауып жүрген жоқ болатынсыз. Енді сізге, яғни табысыңыз тоқтады деген сөз емес қой деген жауабымен сізге бермейді. Енді мынандай мәселе. Мен жоғарыда жаңа бірнеше адамдарды айтып өттім. Зейнеткерлерге тоқтап өтейін. Зейнеткерлер бар бізде. Олар да егер де карантинге дейін жұмыс істеп, болмаса ЕСП төлесе, болмаса жеке кәсіпкер болса, сөйтіп табыс тауып жүріп, осы карантинге байланысты табысынан айырылған зейнеткер болатын болса, олар өтінім бере алады. Егер де оғанға дейін ешқандай ЕСП төлемеген, жеке кәсіпкер емес, ешқандай жұмыс істемеген зейнеткер болатын болса, өкінішке орай ондай зейнеткерлерде ешқандай өтінім бере алмайды. Келесі бір айта кетейін дегенім, осы айтып өткен азаматтар, яғни бүкіл жағы осы мен айтқан санатқа жатып алыну керекпін деп сіз біліп тұрсыз, бірақ өтінім бергеннен сізге отказ келетін болса, қолдарыңызды түсіре салмаңыздар, ары қарай күресу керек. Қайтып күресесіздер? Бүкіл документтеріңізді жинайсыздар, бүкіл жаңағы негіздемелеріңізді аласыздар да, штабқа хабарласасыздар. Әр қаланың штабтары өздері бөлек ол. Акиматта отыруы мүмкін, сонда отыруы мүмкін, халық жұмыспен қамту орталығында отыруы мүмкін, әйтеуір бір жерде отырады. Оны сіздер қайдан білесіздер? Google-ға терсеңіздер болады, Яндексқа теріп жазсаңыздар болады, болмаса 1414-ке звондап білсеңіздер болады. Яғни білудің түрлі жолдары бар. Болмаса білетін адамдардан сұрап көріңіз. Әр қалада ол әр жерде әр түрлі адресте отыр. Соны бірінші біліп аласыздар да, содан кейін барып сол құжаттарыңызды алып, сол жерге барасыздар. Барып дәлелдейсіздер. Егер де сіз алдыңғы 2 айдың біреуінде берілмей қалған болатын болса, ол жердегі 2-ші айда да жаңағы өндіріп алсаңыз болады. Және мына 3-ші айда да өндіріп алсаңыз болады. Ешқашан қолыңызды түсіріп жібермеңіздер. Егер де шын мәнінде сіздерге 42.500 теңге қажет болса. Енді өтінімді қарастырылу, төлеу мерзімі. Сіз өтінім бергеннен кейін 3 күн ішінде сіздің өтініміңіз қаралады, 3 жұмыс күн ішінде. Оның ар жағында 2 күннің ішінде сізге не тағайындалды, не тағайындалдан бас тартты деген хабарлама келеді. Егер де тағайындалған жағдай болатын болса, онда тағы 5 күннің ішінде сіздің шотыңызға, болмаса карт шотыңызға ақша түсу керек. Так, басқа. Енді мынандай мәселе бар тағы да. Біз бәріміз күндіз елдің бәрі ойып отырған кезде, елдің бәрі өтінім беріп жатқан кезде бір-бірімізбен қабаттасып, бір-бірімізді бұғаттап, бір-біріміздің уақытымызды алып өтінім бергенді жақсы көретін адамбыз. Олай істемеңіздер. Мен сіздерге ұсынысым мынандай. Будильниктеріңізді түнгі сағат 3 пен таңғы сағат 6 аралығының бір уақытына белгілеп қойыңыз. Сол уақытта тұрыңыз да, сол уақытта өтінім беріңіз. Ол уақытта порталда, жаңа сайтта ол жерде адамдардың саны әлдеқайда аз болады және өтініміңіз тез қабылданады. Басқа уақытта күндіз, тура осы күндіз сағат 8-9-дан бастап кешкі сағат, жаңағы түнгі сағат 11-12-ге дейін сіздерге өтінім беру қиын болады. Өйткені өздеріңіз ойлап қараңыздар, қаншама миллион халық барлығы бір уақытта кірсе, кез келген сервер істемей қалады. Енді 42.500 мен айтып өттім, бағана кімдерге беріледі деген кезде жұмыс істеп жүріп, табыс тауып жүріп, табысынан айырылған азаматтарға беріледі дедім. Енді мынандай бір топтағы азаматтар бар. Жұмыстан айырылып қалған, яғни жұмыстан шығарып жіберген. Ол не жеке кәсіпкерге жатпайды, не жаңағы единый совокупный платеж төлейді. В общем, ешқандай топқа жатпайды, бұл тек қана жұмыссыз.
Бұл азаматтар не істейді дегенде, бұл азаматтар ЕГОВқа басқа өтінім береді. Бұлар жұмыссыздар алатын басқа пособие бар. Яғни сіздер өзіңіздің жұмыссыз қалғандығыңызды айқындап басқа өтінім бересіздер. Сіздерге сіздің бұрынғы алып жүрген жалақыңыздың 40% мөлшерінде өздері есептейді, соның шегінде сіздерге пособие төлейді. Сондықтан оның да мен нұсқаулығын түсіріп, видео нұсқаулық ретінде өзімнің каналыма жазатын боламын. Достар, ағайындар, бұл видеоны барынша кімге керек, кім білсін десеңіздер, барлығына таратыңыздар. Енді нұсқаулықтарға арналған видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Менің Instagram каналыма жазыла кетіңіздер, өйткені ол жақта да өте көп ақпараттар берілетін болады. Сау саламат болыңыздар.